Жаз айы. Күннің ыстығы төбені тесіп өтердей. Сол ыстыққа қарамай басына орамал таққан, жасы 17-ге әлі де толмаған жас келіншек. 4 метр болатын кілемді жалғыз өзі күннің астында жуып отыр. Енесінің бүгінгі тапсырмасы. Келін болғанына 2 айдың жүзі болды. Анасы мен жеңгесінің қалауымен осы үйге келін болған. Жеңгесінің нағашы әпкесіне келін керек болды. Ол мына талдырмаш сұлу Арай жеңгесінің үйіне барып жүргенде болашақ енесінің көзіне түскен. 9 сыныпты бітірген қыз колледж оқимын деп әке-шешесін қарызға батырып оқып жатқан. Алайда әкесінің жағдайына байланысты жұмыстан босатылып, оқуына ақша төленбей, оқудан шығарылатын болды. Бұл жағдайды тиімді пайдаланған жеңгесі Арайды шақырып алып: "Менің туыс ағам бар. Өздері бай тұрады. Анада сол ағамның анасы келгенде сені ұнатып қалыпты. Егер мүмкіндік болса танысып көр. Отбасыңда таршылық көрмейсің. Оқуының ақшасын да төлейді", деп жас қыздың басын айналдыра бастады. Бұл әңгімені анасына айтып еді. Анасы да қарсы емес. Арайдан кейін де балалары бар дегендей. Бұлай келінінің әпкесін сырттай байқайды. Жағдайлары жақсы екені байқалып тұратын. Көп ойланбай анасы да: "Танысып көр. Бәрібір бұл үйден түбі кетесің. Жағдайлары жақсы жандар сияқты. Өздері оқытып, диплом алып беретін болса, жақсы жандар болу керек", деп жас қызды ойландырып тастады. Оқудан шығып қалса, ауылға келеді. Бәрібірде біреу алып қашары сөзсіз. Анау айтқандай сұлу емес, десе де сымбатты мүсіні мен сүйкімділігі бар. Арай медколледж оқып жатқан. Бала кезден арманы медик болу. 11 сыныпты бітіріп түскісі келген. Бірақ осы оқуға сонша асыққан қыз әке-шешесін әзер дегенде көндіріп 9-ды бітіре үлкен қалаға құстай ұшқан еді. Енді міне, екі оттың ортасында қалғандай басы қатып жүр. Оқуынан шыққысы келмейтін қыз жеңгесіне келісетінін айтты. Бай отбасына келін болып, оқуды да оқып, ешкімнен кем болмайым деген жас қыздың жай қиялы еді. Жеңгесі де келісетінін біліп жүргендей: "Ертең қалаға барамыз. Әдемі көйлегіңді киіп шық", деп ескертті. Үйіне келген қыз қобалжып барады. Ертең болашақ жарымен кездеседі. Әрі ол байдың баласы болғандықтан сондай қымбат киім киген, кинодағыдай актер сияқты шығарды деп ойымен ұйқыға әзер жатты. Таңертең тұрғанда жүрегі дүрсілдей, таңғы аста батпай бетін әрлеп, арзан бағадағы әтірін сеуіп, жеңгесі екеуі қалаға жолға шықты. Шаңды бұрқыратқан автобуста қалаға жетіп, жеңгесі екеуі әпкесінің үйіне келе жатты. Әпкесі айтқан: "Ана қызды үйге әкел, үйді көрсін, қаншалықты жақсы тұратынымызды білсін", дегені бар. Зәулім үй қызыл кірпішпен салынған, ауласының өзі үлкен, жеміс-жидек толы. Ауылдағы үймен салыстырғанда өзі тауық қора секілді. Сол тауық қорасында әлде қайда бақытты өмір сүргенін ол кезде білмеді. Болашақ енесі алдынан шығып қарсы алды. Дастарханды жайнатып қойған. Не керектің бәрі бар. Жемей-ақ қарап отырып тойып кетесің. Арай мұндай салтанатты алғаш көріп тұр. Ішінен әлі де таңырқап отыр. Жолым болған деген осы шығар сірә. Мынадай зәулім үйде тұру қандай бақыт. Енесі: "Шай ішіңдер қане. Әй Жакош, әпкеңе сәлем бер", деп дауыс дабылын шақырғанда Арайдың беті қызарып, қобалжи бастады. Сәлем бердік. Артық сөзі жоқ ұзын бойлы қара торы жігіт келді де
қайта кетіп қалды. Көз қиығымен қарап үлгерген қыз бұл жігітті сымбатты көрінді. Шайда ішіліп, тәттілер де желініп, әңгімеге көшкен болашақ енесі: келінім болсаң, ештеңеден дарықпайсың. Мына үй, дүние-мүлік сенікі. Көрдің ғой үйді. Балам ұялып жүр, өзі ұялшақ. Кейінірек таныса жатарсыңдар. Ұмытып барамын. Оқуының ақшасын өзім төлеймін. Маған келін бол, деп сөзін аяқтады. Онан базарға шықты. Қымбат көйлектер мен әдемі аяқ киімдерді Арайға алып берді. Осыдан кейін байғұс қыздың байлыққа есі ауды. Ауылға келгенде қалада зәулім үйді ауыз толтыра айтып, тіпті мына өз үйіне мұрнын шүйіре қарады. Екі жақта келіскендей құда түсіп алуға Арай қарсы болды. Өйткені өз үйінен қатты ұялды. Өз аяғымен қалаға барып, қасында жеңгесі бар зәулім үйге әп-сәтте келін болды. Өкініштісі, жары Арайдың қасына жоламайды, қашып жүргендей. Келін болды. Бастапқыда бәрі ойдағыдай. Күйеуі кешке қасына келді, бірақ көп ұзамай жерге құлап, аузынан ақ көпіршік шыға бастады. Қорыққан қыз айғайлағанда енесі жүгіріп келді. Күйеуінің талма аурумен ауыратынын енді түсінді. Бақыттымын деп ерте қуанған жас қыздың денесі әлі де дірілдеген күйде. Стаканмен суық су ішіп, қорқынышын басуда. Ол да әсер етпейді. Мұндай көріністі алғаш көріп тұр. Арайдың атасы алтын шығаратын зауытта жұмыс жасайды. Күйеуінің қарындасы бар. 2 баладан соң енесі тумаған. Үлкені Арайдың күйеуі. Бала кезден талма аурумен ауырады.